Hi everyone, how are you? Өткен сабақта сіздермен апта күндерін үйренген болатынбыз. Енді осы сабақта сіздермен айтқанымдай ай атауларын үйренетін боламыз. Ең бірінші, жалпы жыл мезгілдерін айтайық. Е деген жыл. Бір жылда 4 жыл мезгілі бар. Оларды атасақ, мысал қыстан бастайық. Қыс winter, көктем spring, жаз summer, және күз autumn. Күзді американдықтар fall деп атайды. Fall. Екі нұсқасы бар сонда. Autumn және fall. Енді аттарын айтсақ. Бірінші ай, қаңтар айы. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very nice. Өте жақсы. Сіздер менімен бірге, менен кейін қайталап отырыңыздар міндетті түрде. Сонда жақсы естеріңізде сақтайсыздар. Енді бір рет қайталайық. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Very nice, very good, very well. Well done. Now, see you next time. Goodbye, everyone.